Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Ғалымжан. Бәріңізді бірдей Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Бүгін екінші күн біздің Қазақстан тойлап жатыр. Өте керемет. Құдай қаласа ертең бар жексенбі, одан бір дүйсенбі, аржағында тек сейсенбі жұмысқа шығамыз. Өте тамаша. Бәріңізге бірдей зор денсаулық тілеймін. Мол бақыт болсын бәріңізде, отбасыңызда, жеке басыңызда. Және мол табыс болсын ағайындар. Ең бастысы бақытты болыңыздар. Так, сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз инвестиция жалпы. Осы туралы айтылады. Біз бұл тікелей эфирде айтып жүргенімізге біраз уақыт болды ағайындар. Мен қазір кішкентай кіріспе үшін ортасында жарнама айтып жіберейін. Біз қаржылық сауаттылық курсын өткізіп жатырмыз, тегін. Өзіміздің Қазақстан қор биржасы ең консервативті инвестиция деп таңдағанымыз өте жақсы. Қазірдің өзінде 8 топ бітірді, 97 адам сабақ бітірді. Дәрісі Қазақстан бойынша барлық бұрышынан. Кәдімгідей Қазақстан, кәдімгідей карточкаңыз болса, мынадай карточка, сол карточка бойынша мобильный қосымшасын жүктеп алғаннан кейін ішінде инвест деген раздел арқылы өзіміздің қалаған акциямызды верификация өткеннен кейін сатып алатын жағдайымыз бар. Енді бұны қалай сатып аламыз, қайсысын аламыз, қалай аламыз десеңіздер, менің жеке WhatsApp нөміріме шықсаңыздар, 707-222-0498 осы нөмірден осы топқа тегін қосылып, бір апта онлайн оқимыз WhatsAppта. Күндіз сағат 1-де осы TikTokта біз сіздермен сабақ талқылау болады. Жақсы, тамаша. Так, енді бұның сыртында осы сабақты тәмамдаған. Бұл нәрсенің барлығын білемін, Қазақстан қор биржасындағы. Мен әрі қарай тереңдетіп оқығым келеді. Одан әрі тағы не бар деген кісіге мен сіздерге айтар едім. Бұл жерде бізде өте жақсы ақылы курс дайындадық. Бұл курс қазір Құдай қаласа деп отырмыз. Алла бұйырса, шәкірттердің келуіне қарай бұйырса, Құдай қаласа деп айтамыз. Мен мына жерде қазір айтып кетейін. Так. Ең бірінші өзіміздің біз ақыры Қазақстан қор биржасы, оның ішінде фондовый рыноктан бастадық қой. Енді бұл курста қаржылық тұрақтылық курсы деп аталады. Бұл қаржылық тұрақтылық курста біз американдық қор нарығын танысып білетін боламыз. Ол жердегі өте жақсы, уже жылдар бойы жақсы өсім көрсетіп келе жатқан жақсы акциялармен танысатын боламыз. Және оны тікелей эфирде алатын боламыз. Бірінші, екінші, қазіргі біздің осы жерге тақырып болатын, өзекті болатын тақырыбымыз осы тікелей эфирдің, кешкі тікелей эфирдің үнемі тақырып отырған инвестиция, оның ішіндегі агрессивті инвестиция, форекс торговля, автотрейдинг, робот, осының барлығы осы бір тақырыпта кеш сағат 9-да осы жерде айтатын боламын. Осы тақырып өзіміздің осы тұрақтылық курсына кірді ағайындар. Үшінші жүрет ETF. Бұл ETF-ті бар ғой, біз ағайындармен айтып тауыса алмаймын, бұны өте маңызды тема. Өйткені біздің бәріміз бірде акция алатын болсақ, сол акциялардың барлығы бір жерден аласыз да, оның бәрін түгел. Өте керемет енді. Оның жеткізетін емес, өте жиынтығын, барлық сөгін, барлық несін, маңыздысын сөзге әкеліп қойғанда, бұл ETF-ті міндетті түрде алуымыз керек болады. Бұл үшінші біздің инструмент. Төртінші инструмент міндетті түрде крипто. Криптодағы қалай консервативті инструменттермен жұмыс істейтін болсақ, тура солай агрессивті инструменттерде монеталарды алатын боламыз. Бұл өте жақсы тақырып. Сондықтан бұл жерге келген адам осы инструменттің барлығын бірдей алады. Төртінші, бесінші облигациялар. Біздегі Қазақстандағы теңгемен және американдық рыноктағы доллармен сатылатын облигациялардың барлығын бірдей осы жерде алатын боламыз ағайындар. Тікелей эфирде өзіміздің тобымыз болады, телеграмда. Сол жерде тікелей эфирде осы студенттермен, шәкірттермен бірге отырып сағат 7-те басталады. Сол 7-те басталғаннан сағат 8-8:30-ға дейін жағдай болады. Соны біліп оқуымыз керек болады қаржылық тұрақтылық курсында. Одан кейін 6-шы жүрет бізде индекс ағайындар. Бұл индексті біз міндетті түрде өткізбеуіміз керек. Бұл индексті міндетті түрде алуымыз керек. Бұл күн санап өсіп жатқан жақсы индекстер бар. Именно американский, сол жаңағы европейский рыноктарда өте тамаша. Бұдан кейін 7-ші идет бізде есеп бойынша, кезегі бойынша қымбат металдармен сауда. Алдымен ең бірінші алтын келіп тұр бізде. Сол алтынды сатып алып, ол да біздің инвестордың портфелінің біреуі болу керек. Алтын үнемі бағасын көтеріп отырады, білесіздер. Минимальный 65% жылдық жағдайы бар. Және бұл доллармен ағайындар. Бұдан кейін соңғы 8-ші бар. Бұл соңғыны біз сюрпризінде қалдырып отырмын. Именно осы сабаққа келген кісілердің барлығы бірде ол сюрпризді көріп танысатын болады. Өте керемет ағайындар. Бұл біздің қаржылық тұрақтылық курсы
ақылы керек деген кісілер болатын болса маған өзіме жекеме хабарлассын. Бұл жерге біз Народный банктың жаңа көрсетіп кеттім, міне Народный банктың карточкасын осы мобильный приложениемен кіретін болсақ, бұл жерде именно тұрақтылық курсында біз Freedom арқылы, Freedom брокердің арқылы кіреміз. Оның міне карточкасы кеше бір кісілер сұрады, мен специально алып келіп отырмын. Кәдімгідей пластик мына жер бар. Ар жағы көрініп тұр да менің қолдарым мысалы. Сондай прозрачный кәдімгі MasterCard, ат жағында менің аты жөнім толық жазылған, міне отыр, міне Ғалымжан Дүкенбаев деп жазылып тұр. Мен нөмірлерім барлығы мысалы біздегі 16 цифр болса, сол 16 цифрдың бәрі мына жерде жазылған. Көрдіңіздер ме? Тура осындай карточкамен жұмыс жасаймыз. Кәдімгідей пополнить етуге болады теңгемен. Ішінде көптеген валюта бар. 6 ма 8 валюта бар да. Соны тек долларын ғана аламыз. Доллармен алып, ішіне конвертация жасап, доллармен салсаңыз да болады. Тура сөйтіп барып дайын болу керек сабаққа. Міндетті түрде осы мобильный приложениені бірінші қазақ жаңағы Каспийдің мобильный приложение сияқты осы именно Freedomның именно банктың мобильный приложениесін қолданамыз. Өйткені біз оның карточкасын қолданып отырмыз. Және для брокерского обслуживания именно ішінде сауда жасау үшін именно жаңағы акцияларды алып, облигациялар, индекстер соның барлығы бірдей бір картамен, бір мобильный приложение істейміз. Және ол өзіміздің Қазақстанда мысалы кәсі AX болса, сол AX-пен сауда жасасақ өте күшті ағайындар. Сондықтан карточка керек па дейді. Міндетті түрде карточка болу керек. Карточка болмаса ақшаны толтыра алмайсыз. Народный банкта біз мысалы айтып жатырмыз ғой, отырмыз, сіз оны білесіз. Народный банк мысалы карточкасы болу керек, одан кейін мобильный приложение істейміз, одан кейін ішіне инвестке кіреміз дедіңіз ғой, халық инвестке. Сол сияқты бұнда да тура сондай. Freedom банктың бірінші карточкасын аласыз, карточкасын алғаннан кейін мобильный приложениесі бұл отдельно, және сатып алатын именно брокерский обслуживание бөлек. Именно Freedom бұл осында брокер бұл. Именно сол біздің үлкен рынокқа шығатын. Тем более Freedom білесіздер, бұл Freedomның өзінің страхование, тағы да басқа банктен басқа тағы да қанша мысалы өзінің разделдері көп. Мысалы Freedom Global дейді, американский рынок жұмыс жасап жатқан, Freedom Европа дейді, европейский рынок жұмыс жасап жатқан өте күшті брокер. Біздің Қазақстанда единственный брокер, который американский рынокқа прямой шығатын. Тіке шығып, сол жерден жасап отқан жағдай бар. Сондықтан бұл бәріңізге бірдей осы ақпарат қызық болып жататын болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Так, сонымен бұл кіріспе жағдай кетті. Енді біз өзіміздің күнделікті, өзіміздің жасанды интеллект негізінде жасалған робот, оның ішінде General Trader Group компаниясының роботтары туралы айтамыз. Бұл Народный банкте жоқ па еді дейді. Народный банктегі бұл біздің стратегия бойынша ағайындар. Народный банкте біздің қаржылық сауаттылық курсында, тегін курсымызда біздің шәкірттерге тегін сабақ беріледі, және Қазақстанның қор биржасындағы Қазақстанда компанияларды сатып алуды үйретеміз. Бұл инвестицияның тек баспалдағы ағайындар. Бір апта оқып үйренген кезде ертең сейсенбіден бастаймыз, как раз сіздің группаңыз отырмызда. Одан кейін қалғандар соның бәрін оқып бітірген кісілер, бұны ары қарай тереңдетіп оқимын, мен инвестициямен айналысқым келеді деген кісілер болса, маған жекеме шықсын. Жақсы ма? Мына жерде как раз оқып жатқан кісілер әзір оған кіре алмайды. Біріншісі міндетті түрде қаржылық сауаттылық курсынан өткені жақсы. Курс молодого бойца, орысша айтқанда, сіз содан өтіп, шамалы инвестициядан хабарыңыз болып, шамалы мына жаққа дайындалып келсеңіз, өйткені біз тікелей эфирде бір-бірімізді күтпейміз. Кәдімгі болдық кеттік, мынаны сатып аламыз деп атын айтамын, тикетін айттым, соны бір кезде сатып алып бірге отыруымыз керек болады. Сағат 7-тен, кешкі сағат 19:00-ден бастап 20:00-ге дейін. Аржағында 15 минут ұстайтын шығармыз, өйткені сағат 9-да осы жерде отыру керек мен. Сондықтан оның уақыты біздің бұрында сағат 8-ден бастап тұрған. Соған как раз біз уақыт ауыстық бізде. Қазір Астана, Атырау, мысалы батыстармен, мысалы Қызылорда бәрі бір уақыт болды да, американский рынокта, мысалы Америка құрама штатында бізге бір сағатқа жылжыды, сонымен бұрында 8 емес 6:30-нан басталып, түнгі сағат бұрында 2-де бітетін, қазір сағат 1-ге дейін біз сауданы таза жасаймыз. Қазақстанның, оның ішінде Астана қаласы, Қазақстанның барлық қалалары қазір именно американский фондовый рынокқа өте выгодный, өте удобный, өте тиімді уақыт белдеуінде тұр. Дұрысына дұрыс. Сондықтан бұл нәрсе біз именно қалаған кісі осы біздің сабаққа келіп, қара сауаттылық курсын бітіріп келсе жақсы болар еді. Тегін курстан сіздер осының бәрін түгел өтесіздер. Мына жерде уже американский рынокта біз ішінде көп сөздер ағылшынша болады. Менімен бірге отырасыздар. Мен бірге отырып, ар жағында қалай алу керек, прямой эфирде осыны айтып отырып істейміз бірге. Тура осылар қосылып тұрады, бәріңізде бірдей видео қосылып тұрады, дауыстарыңыз естіліп тұрады, ар жағында бәріміз бірге алатын боламыз. Жақсы ма ағайындар? Так, болды. Сонымен Форекстің тақырыбына келеміз. Форекс бұл 50 жылдан артық жұмыс жасап жатқан үлкен, қомақты рынок, капитал емкий, орысша айтқанда, ақшаның ең үлкен обороты осы жерде жүріп жатыр. Қаржы нарығы, вообще нарықтың ішіндегі ең үлкені, ең зоры деген.
Өйткені күндік обороты 7 триллион доллардан 10 триллион долларға дейін. Миллион емес ағайындар, миллиард емес, триллион доллар. Және 7 триллион доллар. Минимальный 10 триллион долларға дейін. Бұл жердегі мысалы крупный банктар дүниежүзіндегі, одан кейін пенсионный фондтар, миллиардтаған обороты бар. Страховые компании, миллиардтаған обороты бар. Импорт-экспорт жасайтын компаниялар, трастовый компаниялар, одан кейін сіз бен біз сияқты қарапайым 10 миллионнан аса трейдерлер дүниежүзі бойынша сауда жасап жатыр қазір. 10 миллионнан асты қазір. Оның ішінде мысалы сауданың несін типіне келетін болсақ, түріне келетін болсақ, ручная дейді, кәдімгі өзінің қолмен, кәдімгі өзінің ұстанған сауда стратегиясы бойынша жұмыс жасайды. Ол жерде күнделікті бір екінші, одан кейін полуавтоматический дейді, именно торговый сигналдармен сауда сигналдары беріліп отырады. Кәдімгі жеке трейдерлер сияқты крупный компанияларда қазір онымен жақсы жұмыс жасап жатқан жағдайы бар. Сондықтан бұл торговый сигналдарда өзінің жақсы жағдайын көріп отыр. Кейбір жерлерде ол да көп кемшін қалып жатады, оны ұмытпаймыз ағайындар. Одан кейін үшіншісі бізге бәрін сізге ұсынып отқан ең удобный, ең қолайлысы, ең тиімдісі бізге автоматтандырылған режимдегі сауда боттары. Оны сіздің шотыңызға бір рет тіркеп қоямыз, байлап настройкасымен робот сатып алғаннан кейін болды. Одан кейін оны сіз өмір бойы қолданасыз. Пожизненная лицензия орысша айтқанда. Соны қолдансаңыз болды. Ар жағында бұның саудасын күнделікті, күніне 24 сағат, аптасына 5 күн, айына 22 күн жұмыс істейді сіздің робот. Өйткені бұл жерде сенбі-жексенбі рынок жұмыс жасамайды, қалған уақыттан барлығында бірдей осы сауда сізге күнделікті жасап тұрады. Күніне 15-20 сделка ашылады, сіздің қатысуыңызсыз. Күніне 15-25 сделка жабылады, сіздің қатысуыңыз толық пассивте, толық автоматтық режимде ағайындар. Бір күнде мысалы 25 сделка жабуы мүмкін 1 минусымен, 30 сделка жабуы мүмкін 2 минусымен, 35 кейде 40 сделкалар жабуы мүмкін 3 не 4 минусымен. Қалған бәрі плюстер. Осы плюсті барлап көпшілік болып тұрғаннан кейін сіздің депозитіңізді ақырын көбейтетін болады. Және бұл жерде лот деген нәрсе бар, риск менеджмент деп айтамыз десе, сол жаңағы сіздің өзіңіздің мысалы салған $1000, $10,000 салып жатады. Мысалы, бірақ сіздерге мысалға $100 айтатын болсақ, $100 тек 1% ғана сауда жасайды. Қалған 99-ы оған запас ретінде ұстап тұрады. Робот именно сол 99%-ына сеніп отырады да, қалған 1%-не, мысалы $100 цент счет ашамыз, біз оны трейд оған, ол 10,000 цент болып түссе, сол 10,000 центтің 100 центі 1% болады, дұрыс па? Сол 1%-ке 100 центтің ішінде 15-20 сделка ашылып, жабылған сделкалардың үстіне қайтадан сделкалар ашып жатады. Мәміле дейді қазақша, бірақ мәміле деген біздегі сделка деп айтсақ бәрімізге бірдей ыңғайлы түсінікті шығар, иә. Сондықтан осы жағдайдың барлығы бірдей автоматты режимде сіздің қатысуыңызсыз болады ағайындар. Кәдімгі мысалы қалай қосамыз десеңіздер, кәдімгідей мысалы бәріміз бірдей WhatsApp-та, Telegram қолданамыз, как аудиозвонок сияқты, мысалы видеода осылай көріп отырмыз, соның астында төмен бассаңыз артында демонстрация экраны деген бар. Сол демонстрация экраны отырып, мысалы қазір маған Жанат, Гүлмир, Сәуле деп келіп жатыр мысалы. Сол сияқты сіздерге ссылка келіп отырды, соның ішінде басып отырамыз бар болғаны. Мен ішінде отырамын, телефон ішінде, сөйтіп басып отырып, 1 сағат, 1,5 сағат, максимум 3-4 сағатта бітіретін жағдай бұл ағайындар. Бар болған 4-ақ ссылка өзі, тем более сайтты қосып берді, өте жеңілдетілген. Техподдержка 24 сағат бойы жұмыс жасап тұр. Техподдержкаға жаңағыдай өзіміздің ссылкаларымыз бәрін түгел данныйларымызбен бірге жібереміз, олар бізге қосып береді. 2-3 сағатта қосып беретін жағдай бар. 24 сағаттың ішінде деп отыр бірақ. Соның ішінде 2-3 сағатта қосып береді. Ар жағында не? Ар жағында біз күнделікті табысын күнделікті көріп отыратын боламыз. Табыстылығы айына 10-15%. Бізде жалпы саны 20 робот болса, соның классикалық линейкасы, трендовый линейкасы, гибридный линейкасы, математический линейкамен 4 классификация бөлінген. Сол именно классический линейканың өзінде классик плюс, металл плюс деген 4 робот бар. Соны мысалы металл деген алтынмен жұмыс жасайды, металл плюс алтын және күміспен жасайды. Алтынмен жасайтын айына 10% табыс береді. Консервативті вариантта алтынмен және күміспен жасайтын агрессивті вариантта 15% ден табыс береді айына. Өте жақсы жасап жатыр. Тура осының енді классик деген роботы 3 валютный парамен жасаса, консервативный вариантта 10%-ға дейін, агрессивный вариантта классик плюс 5 валютный парамен жасайды, ол айына 15%-ға дейін табыс береді. Міне осындай робот ағайындар. Ақысы $500, екі сервисімен $550 болады. Бір выделенный сервис және FX Monitor деген независимый тәуелсіз сайт бар. Оның ішінде сіздер өзіңізді кешегі, күндік, апталық, айлық түгел табысыңызды көріп отырасыз. И в долларовом выражении, денежном выражении оны да көріп отырасыз. Өте жақсы жасалынған.
оның осы екеуімен бірге $550 бір рет сатып алдыңыз, сізге пожизненный лицензия, өмір бойы қолданасыз, айлық аренда, тағы бір нәрсе деген, жаңағы обслуживание деген нәрсенің ешқайсысы жоқ онда. Мысалы бір рет сатып алдыңыз, болды. Осының ішінде компанияда мысалы сізге аптасына 2 күн, дүйсенбі және жұма күндері бізде брифинг өтіп тұрады, сабақ өтіп тұрады. Барлық сұрақтарыңызға, ішіңізде қандай сұрақ бар, мысалы 20 роботтар 20 түрлі жұмыс істейді, 20 түрлі стратегиямен, соның барлығында жиналып қалған сұрақтар болатын болса, аптасына 2 рет ол жүріп жатады. Оның сыртында біздің өзімізде Қазақстан бойынша как раз әр жексенбі бізде не болады, тікелей эфир болады Телеграмда, біздің өзіміздің Қазақстан қауымдастығы бойынша. Бұл да қазақ және орыс тілінде өте жақсы жүріп жатыр, мысалы тамаша. Енді бұл роботты сатып алу жөнінде мысалы қалай десеңіз, міндетті түрде маған жекемен хабарласасыз. 877-222-04-98 менің нөмірім. Жазып жіберейін сразу бірден. 877-222-04-98. Міне жаздым нөмірімді. Осы менің нөмірім, осыған хабарлассаңыздар, ар жағында біз Құдай қаласа, Алла бұйыртса, осы роботты сізге қосып беретін боламыз, Алла бұйыртса. Сондықтан бұл роботтардың 10-15% деп отқанымыз, бұл тек қана біреуі ғана ағайындар. Бір ғана классификацияның тек 2 роботын айттым, қалған 18-і бар. 18-і 5%-дан 30%-дан табыс береді. Инвестицияларымыз неше шамамен жылына неше пайыз береді дейді. Жақсы сұрағыңыздар жауап берейін. 10%-бен есептегеннің өзінде 15 емес, 10%-бен есептегенде, мысалы ішіндегі классик деген роботымыз консервативный деп айттым ғой жаңа. 10%-бен есептегенде бір жылда 12 ай болатын болса, сізде 120, это самый минимум, ең төмені, тире 240% береді. Неге дейсіз ғой? Сіз мысалы $1000 салдыңыз ба, үстіне пополнение салмаймын, ғалымжан, тек пополнение пока ақша жоқ деп $1000 салып қойдыңыз. Одан кейін ол $1000 алмаймын, осы күйінде тек өз ғана өсіп отырады, тимеймін десеңіз, сол жылдық мөлшерде 120 это самый минимум ағайын, сіз алатын табыс. Және 240%. Неге дейсіз ғой? $1000 үстіне бір айда $100 түссе, мысалы деп айтамыз, мысалы 1100 үшінші айға 1111 болып снижен ком капитализация сложный процентпен қосылған кезде жаңа айтқан 120-дан көп болатын сол. 240%-дан да жоғары, бірақ 240%-ға дейін деп келсек біз сізбен. Сонда $1000 үстіне 1200-2400 пайда кететін жағдай бар ағайындар. Керемет, е? Сондықтан бұл жерде тек қана сіз бірінші қайдан қалай көріп отырамын дейсіз. Компьютер керек па деген сұрақты қойып қояды маған. Компьютер болса жақсы, болмаса кәдімгі телефонға бәріміз орнатып бердік. Телефоннан күнделікті күнде көріп отырамыз. Мысалы ертең дүйсенбі, ертең арғы күні мысалы дүйсенбі біздің Қазақстанда демалыс, бірақ бүкіл дүние жүзінде форекс жасап тұрады. Сол кезде ол сіздің жүріп жатады уже. Ешқандай проблема жоқ. Біз тек сейсенбі ғана жұмысқа шығамыз ғой, вторник күні мысалы. А понедельник уже бізде жұмыс істеп тұрады. Өйткені Қазақстанда емес, ол сыртта жүріп жатқаннан кейін бүкіл дүние жүзінде децентрализованный платформа бар, как раз форекстікі. Ешқандай неге орталыққа бағынбайды, ешкімнің қожайыны емес, оған өзімен өзі істеп тұрған нәрсе. Оған тек қана через брокерлер ғана кіреміз. Жаңағы Investing.com компаниясының санауы бойынша 200-ден аса брокер бар дүние жүзінде, лицензированный. Сондықтан сол брокерлердің біз 5 үздік брокердің 2-еуін таңдадық. Екеуі де британский брокерлер, біреуіне 13 жыл, біреуіне 15 жыл уақыт болды. Екеуі де миллиардер компаниялар. Британский Ұлыбританияда, Лондондағы кәдімгідей сертифицированный лицензиясымен, аудитімен барып тұрған күйінде осы компаниямен жұмыс жасаймыз біз. Ол жаңағы екі брокердің біреуі Row Forex болса, Row Forex біздің Алматыда, оларында офистері бар. Сайттың өзі ағылшын және қазақ тілінде. Естеріңізде болсын. Біз қазақтар мысалы бәрін технический тілдің өзі барлық бізге орыс тілінде жатса, анау қазақшаны кейде аударып аламыз орысшаға через Google переводчик, әйтпесе Яндекс арқылы. Сөйтіп барып түсініп жатқан жағдайы бар. Енді ол техникалық жағдай, ешқандай қиын нәрсе жоқ. Счетты пополнить еткеннен кейін ішінде верификацияны өтіп аласыз да, ар жағында пополнить етіп өзіңіздің счетыңызды кәдімгідей Binance арқылы істеп жатқанымыз бар. Binance-ты білесіздер, бұл былтыр емес, алдыңғы жылы біздің Қазақстанда официальный лицензия алған единственный лицензированный кошелек ағайындар. Бұл нәрсеміз міндетті түрде болу керек. Ол Binance-дан басқа сізде Bybit болса, Bybit пен MetaMask деген крипто кошелектер бар, Trustwallet деген кошелектер, олармен жұмыс істей бересіз. Кіргізіп ақшаны шығарудан ешқандай проблема жоқ. Кіргізетін кезде $1 Binance өзінің комиссиясын алады, стандартный. Шығаратын кезде Binance сізден комиссия алмайды. Міне осы ағайындар, қысқаша айтқанда. Жаңалықтарыңыз, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар, пожалуйста. Оның ар жағында біз мүмкіндігінше, шамамен келгенше мен сіздерге жауап беретін боламын. Қайырлы кеш ағайындар, поактивнее, пожалуйста. Так.
Не сұрақ бар маған? Бүгін бір өте қысқа айтқаным болды мен ағайындар. Сұрақ болмаса мен әрі жалғастыра берейін онда, иә? Жақсы. Так, бұл роботтардың жаңағы айтқан классиктерден басқа екеуінен басқа, мысалы, так, сұрақ қойып жатыр, $1000 салса қанша пайыз болады ұстап қалатын ақшасы дейді. Ұстап қалатын комиссия жоқ, туысқан, комиссия жоқ бұнда. Кіргізетін кезде $1 ғана, кіргізетін кезде, депозитке кіргізетін кезде, өзіңізге, RoboForex-ке, сол кезде $1 Binance ғана алады, шығатын кезде полный объем аласыз. Жақсы? Ал ішіндегі тапқан табысыңыз ол полностью сіздікі. Счет сіздікі, советник робот сіздікі, және Binance сіздікі. Любой момент, мысалы осындай сенбі күн демалыс болып жатса да, брокер демалып тұрса да, сіздің выводқа ақшаңыз қойсаңыз болды, ордер орындала береді, оның проблемасы жоқ. Оны біздікілер көріп тексеріп. Өйткені көбісі рынок жұмыс жасамай тұрған кезде счеттағы ақшаны шешеді. Зиян тимесін деп, мысалы, саудаға, басқаға, оның үстіндегі мысалы қаймағын шешіп отырасыз ғой, мысалы. Сол сияқты. Сондықтан сенбі күндері шешкен ыңғайлы болады. Инвестицияны диверсификация жасаймыз ғой, дәл солай. Инвестицияны диверсификация жасаймыз. Біз өзің мысалы Қазақстан қор биржасы деп жатырмыз, мысалы қазіргі время. Бұл біз тек қана біздің консервативный инвестиция. Агрессивный инвестицияға міне осыны жасасақ болады. Именно Форекстегі 10-15% ай сайын табыс в долларах. Бұл өте үлкен сумма ағайындар, өте үлкен сумма. Тем более жылдағы 120-240 деген ол ешқандай рынок беріп отқан жоқ ондай жағдайда. Пожалуйста. А ортасында как раз 60-120% средневзвешенный неге оған біз как раз біздің жаңа қаржылық тұрақтылық курсында біз осы туралы как раз 60-120% арасындағы годовой доллар беретін ол инструменттер бізде бар, Құдайға шүкір. Енді жаңағы қаржылық тұрақтылық курс деп өтетін болсақ, сол жерде как раз жаңағы айтып отырмыз ғой, бұл инструменттің 7 инструменттің барлығы бірдей осы жерге кіреді, соның ішінде осы Форексте бар, автотрейдинг. Сондықтан келген адам міндетті түрде мысалы қаржылық тұрақтылық курсына келіп жатса, осы Форекс ішінде кіреді, именно робот сатып алу, жаңа $500 өзінің ақшасына сатып алып, ішіндегі депозиттерін өздері қоя береді. Бұл бір деп қойыңыз ағайындар. Енді минус жағын айтып кетейін мен сіздерде, мысалы бәрі бірдей жақсы, бәрі тамаша, жаңа істеп тұр, 6-тан артық жұмыс істеп тұр, күніне осынша процент жауып жатыр, өзі ашып жатыр, кеше жабылмаған сделкалардың бәрі келесі күнге өтеді, апта бітсе апта, келесі аптаға өтеді, соның бәрі жақсы. Полный автоматта сіздің телеграмыңызға келіп тұрады, сіздің поштаңызға келіп тұрады отчеты, сіздің брокердегі кабинетіңізден трейдерден көресіз, мына жерде телефондағы трейдерден көресіз, общий 5 жерден көре аласыз. Бұның бәрі жақсы ағайындар. Енді сіздің минус жағын не істейікші осы туралы? Мен сіздерге айтып кетейін. Мысалы $100 салсаңыз, мысалы мәселенке деп жатқан жағдай $100 ол жерде минимум өтеді ағайындар. Екінші $100 сізде запаста болу керек. $500 салсаңыз, $500 сізде запаста болу керек. $1000 салсаңыз, $1000 сізде Enzo-да тұру керек. Қайда? Binance-да. Не үшін дейсіз ғой? Бұл робот деген 2017-ден бүгінге дейін полный слив, ликвидация счета деген болмаған бізде. Бір деп қойыңыз. Бірақ 22-ші жылы, 24, осыдан алдыңғы жылы август айында біздің именно региональный директор осы жерде, осы компанияның региональный директоры, компанияға General Trader Group, соның кейін региональный директор Айдос деген жігіт, Даримбаев деген жігіт, осы Қарағандының жігіті, өте тамаша жігіт, алтын жігіт енді. Сол жігіттің өзінің тарихында болған жағдай, 22-ші жылы сіздің 45-50%-ға жасаған кезде доливка дейміз, жаңа сұрақ қойған ақшаңыз, доливка жасау керек. Именно бұл кісі 43% кезінде $300 салады ғой деп несіне, счетына. Салған кезде жаңағы пайдасы тиген жоқ, бір аптаның ішінде полностью плюспен жауып кетіп $300 қайтадан шығарып алған. Тура сол сияқты сіздің мысалы $500-дың 50%-ға көтерген кезде сіздің доливка салу керек болады. Сіздің Binance тұрған счетыңыздан $500 істе сатқан кезде $500-дың уже минусы, просадкасы бар болған 25% болады. Бір аптада полный плюспен жауып шыққан кезде сіз қайтадан $500 қайтадан кері алып аласыз. Тура сол сияқты $1000-дың үстінде $1000 істеп салсаңыз, 50% уже $2000-дікі пайызы 50% емес, уже 25% болады просадкасы де бар болған. Сол бір апта уақыт, это максимум ағайындар. Бір аптаның ішінде полный жауып бітеді, арада $1000 шешіп аласыз да, $1000 өзінің табысымен ары қарай жұмыс жасай береді. Міне осы тәуекелді сіз алуыңыз керек өзіңізге. Біз өйткені құдай емеспіз, білесіздер да,
менде тірі мысалы сіз сияқты ет пен сүйектен жаралған. А бұнда робот тұр да ағайындар. Ол робот адам емес тірі. Өйткені бұл Форекс деген өзі өте чувствительный рынок, сезімтал. Кешегі мысалы ковидтен аман есен шықты, қанша соғыс болады, жер сілкінісі, саяси төңкерістер бар, соның бәрінен аман шыққан. Бірақ болып қалса, орысша айтқанда ден X деген нәрсе болып қалса, сіздің ақшаңыз постоянно запаста тұру керек. Ол нәрсе болған жоқ. Шақырмай-ақ қойып, болмай-ақ та қойсын, но бірақ сізде запаста тұру керек. Осы тәуекел бар. Осы тәуекелге көніп келсеңіз, пожалуйста, онда біз робот сізге қосып беретін жағдайымыз бар. Енді сізге қызығын айтайын, мына именно Binance-қа қойған сіздің $500 болса $500 запасыңыз, $1000 болса $1000 запасыңыздың барлығы бірдей. Оның өзінде де ажағында годовой табысымен 15% пайыз табысымен ол жерде табысталып тұратын болады. Пожалуйста, оның да жағдайы бар бізде. Binance бізге робот үшін керек пе, проблема болған счетқа салуға бола ма дейді. Binance бізге именно счетқа ақша кіргізіп, өзіміздің RoboForexке биржаға шығару үшін ғана тек платежный средства үшін пайдаланамыз. Роботсыз оған счетқа салуға бола ма дейді. Керек пе, роботқа ақша салу үшін ғана керек, қаламақта емес. Так, ал страховка сияқты ақша салып отырады дейді. Ол страховка сияқты ақша салып отырады дейді. Маған сұрақ қойып отырсыз ба, әлде ана кісі жауап беріп отырсыз ба, мен түсінбедім. Так, оны өзіміз істейміз ба, или көмектесеміз біз? Оның барлығы менің көмегім болады ағайындар. Оның барлығын түгел бастан аяқ менің қасымдасыздар. Мені Ғалымжан деп бір танысып аламыз, телефоныңыз прямой болады. WhatsApp'та прямой телефонда постоянно хабарласып тұрамыз. Сіз ертең қосқанның өзінде де менің телеграм каналымдасыз ағайындар. Телеграм каналда өзіміздің каналымыз бар. Компанияның 11 каналы бар. Бір папка жазып айтамын ішінде. Техподдержкасы бар, контроль качества дейді, анау дейді, мынау дейді, техподдержканың тағы біреуі бар. Одан брифинг өтетіндер бар, сол сияқты 11 канал бар. Содан басқа мен өзімде прямой тұрасыздар. Өзіміздің Қазақстандікі бар, өзіміздің Астананың каналы бар. Соның бәрін әртүрлі информация болады. Сол информацияның барлығын түгел мүмкін дегенше өзіңіз именно робот зерттей бергеніңіз жақсы болады да ағайындар. Сізді ешкім жеке қалдырмайды. Робот сіздікі болғанмен біз сізге әрі қарай жұмыс жасап қалай істеу керекпін күдайдың құтты күні. Қазірдің өзінде мысалы Талдықорғанмен сөйлесіп отырмын мысалы. Кеше мысалы түнгі сағат 12:30-1-ге дейін отырдық. Алматыда қарындасымызбен мысалы жұмыс жасап отырмыз. Бұның барлығы ағайындар тура онлайн болғаннан кейін күнделікті мысалы офлайннан бетер жұмыс жүріп жатыр бізде. Қызып қайнап мысалы. Хотя суббота, воскресенье бізде жұмыс жасамау керек мысалы Форекс деген. А бірақ оның ішінде әртүрлі жұмыстарымыз бар біздің. Бір счетқа ақша салып жатыр, бір ақшасын шығарып жатыр мысалы. Соның бәріне біз жәрдемдесеміз, көмектесеміз біз. Жақсы. Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Жауап бердім. Так, $1000 робот шамамен қанша береді дейді. $1000-ға, иә? Айына 15% есептесеңіз $150 дейін табыс береді мысалы. Алғасын 5 робот қатарынан алу керек қой. Бір робот деп ақыр істеп тұрған нәрсені пайдаланыңыз толығынан. Енді $7 триллион оборот бар үлкен капиталдан деп тұрғаннан кейін өзіңіз саласаңыз болады, рахаттанып, одан кейін пожалуйста отыра бересіз. $5000-ға $5000 қойын, қайта $2,5-3,000 сізде страховкада ақша болу керек ағайындар. Ұмытпаймыз оны. Жақсы ма? Суға келмеген екен, өзім күйіп отыр. Тағы да қандай сұрақ бар ағайындар? Тамаша сұрақ бірақ, действительно тамаша. Жаңа алдындағы кісі маған сұрағыңызды қанағаттанбасаңыз қайтып қойып жібересіз ба, жазып жібересіз ба? Бірақ түсінікті қылып ағайындар. Мен жаңа Binance туралы айттық қой, мысалы. Binance-ты біз роботқа ақшаны кіргізіп шығаруға ғана қолданамыз деп айттым ғой, именно робот жайында. Ал енді Binance-тың өзінде депозит салып қойған кезде ол жерде жылдығы бізде Қазақстанда 1% ғой, мысалы доллармен депозитте мысалы, мына несі теңгемен болса 15%, а не болса доллармен болса 1% ғана төлейді бір жылға мысалы. А ол жерде 15% төлейді сізге. Binance-тың ішінде годами істеп тұр ол десе, проблема жоқ. Оны істеп береміз әрине. Және ол бір ғана емес, бірнешесімен жасасаңыз болады да ол жерде. Бір емес, бірнеше монетаны салып қойып, оның әрқайсынан сондай 15%-мен табыс алатын жағдайыңыз бар. Бір 15% табыс алады. Үшеу ол монеталар өсіп жатыр ғой. Бұл екі. Өте керемет ағайындар. Бұл өте выгодный предложение білсеңіз. $2000 болу керек па? Болса, $2000 болсаңыз, мысалы $1000 сіз неге салдыңыз? Депозитке салдыңыз, $1000 страховкада тұрады, жаңа айтқанмен Binance-ға. Binance-тың өзінде диверсификацияны салып қоямыз. Диверсификациямен қандай монеталар? Өзіңіз білетін биткоин, эфир, осы өзінің өзі, телеграмның троны, мысалы, осы төртеуіне бөлсеңіз $1000-да 250-ден
әрқайсысы 15%-дан годовой береді сізге. Жаңа бір жылда Форексте вообще болмаған шығар дейін X деген нәрсе жаңағыдай. Доливка жасайтын уақыт болмады, өзі барлығы әдемі өстіп кетті деп сенетін болсақ, сондай болды десек, онда мынаның бұлдарыңыз өзімен өзі тұрып ақша табады бір 15%-мен. Еще биткоин да өсіп жатыр, эфирум да, USDT де тұрғында өсіп жатыр ғой постоянно. Жеткізе алдым ба сізге ағайын? Қайта жақсы сұрақ қойды маған, молодец, өте тамаша қойды, рахмет. $2000, $5000 болса да сізге кем етпейді. Ақша сіздікі ағайын. Ол ақша постоянно үнемі өсіп жатады да. Вот тамашасы сол. Сіздің қатысуыңыз ағайын автомат режимде. Бір нәрсені қосып, ажыратып, бір нәрсені ұмытып кетіп, анауысы дұрыс емес, мынауысы дейтін жағдай жоқ. Оның біреуі де жоқ. Слип жасап жүрмей ма дегенге жауап бердім ғой жаңа сізге. Слип жасамаған 2017-тен бүгінгі күнге дейін слип болмаған біздің компанияда. 20 робот бойынша айтып отырмын сізге. 20 робот бойынша. Бір емес, бірнеше робот деп отырғаным сол ғой. Роботты бесеуін ал деген сөзде сізге не үшін? Бұл как диверсификация прибыли, так диверсификация рисков. Сіз рискін де диверсификация прибыліңізді бәрі бөліп алдыңыз да. Сізге бөліп алғаныңызда бәрі пайдасы солай келе береді ғой, ештеңесі жоқ. Бір рет қосып қойыңыз, болды, ар жағында қанша өзінің пайдасын көріп отырасыз ағайын. Теңгемен де бола ма? Отар мырза, жоқ, бұл жерде доллармен жұмыс жасаймыз. Өйткені біздің Binance'қа кірген кезде слип деген полный слип, жаңағы сіздің тапқан табысыңыз 50%-дан асып кетті, просадка деп отырмыз жаңағы минус мысалы 70, 80, 90, 100 болған кезде полный слип деген сол полный нөл болды деген сөз. Өте жақсы сұрақ қойды ағайын, дұрыс айтасыз. Сондықтан отарымызда жоқ, теңгемен емес, бұл жерде біз именно Binance не үшін қолданып жатырмыз? Binance'та біз өзіміздің қолымыздағы Каспий деген Народный банк деген мысалы депозитіңіз қайда тұрсың, соның ішінде Binance'a кірген кезде ішінде обменный платформа бар. P2P дейді қазір біз ағайындар. Қыздар жігіттер жақсы жасап жатыр, жас жігіттер. Сол жерден ауыстырып аламыз цифровой долларға. Оның екінші аты бар USDT деп атайды, Tether деп атайды мысалы. Сол біз үйренгеніміз USDT деп тұр мысалы. Tether деген сөзден. Соны ауыстырып аламыз да, сол арқылы жаңа біздің робот сатып аламыз $500 несімен. Сосын жаңында несі бар? Екінші өзіміздің брокерге, одан кейін жаңа выделен серверге, төртінші жаңа FX Miner ақшасын төлеп жүреміз. Барлық жұмыс осы ағайындар. Араңда қосып қойсаңыз болды. $5000 ма, $500 ма? $500 ғой да, $500 сіз тек бір ғана робот аласыз. Бір робот алсаңыз да, 5 робот алсаңыз да, 10 робот алсаңыз да, 20 робот алсаңыз да, бәрінің бағасы бірдей. $500 ағайын. Финансовый сауаттылық болмаған соң сұрап отырмыз дейді. Финансовый сауаттылық дегенді бізге келіп тегін оқып алыңыз тосқан. Есіңіз кім болады? Қаржылық сауаттылық курсы бізде тегін жүріп жатыр қазір. Ең консервативный деген біздің Қазақстандағы өзіміздің Қазақстан қор биржасын таңдап алдық қазір. Соған кіресіз, бір апта оқып аласыз. Жаңа айтқан Народный банктың мынадай карточкасы болса, сізде мобильный приложениесін скачать аласыз да, соның ішінен инвест деген разделдан біз өзіміз бірге, сізбен бірге алып отырмыз. Бізде уже 87, кесіріңіз 97 шәкірт бітірді, 8 топ бітіріп мысалы, қазір 13-ші топты жасақтап жатырмыз, соған кіріп кетесіз. Бірақ ол да толып қалды уже бізде. Одан артық емес, 14-ші топты ашамыз, құдай қаласа ала берсе. Сондықтан, пожалуйста, келіңіз, ол жерде тегін оқып алыңыз. Сөйтіп барып алғашқы баспалдағы инвестицияны бастайсыз. Одан кейін барып келсеңізде, осы біздің осы Форекс роботқа именно агрессивті инвестиция одан кейін келіп жатсаңыз да, кешікпейсіз ағайын. Сондықтан бір робот $500 тұрады, екі роботыңыз $1000 тұрады, және несі бар, жаңағы $50 дедік қой, мысалы $50 FX монитормен выделен серверді сатып аласыз, болды, бір-ақ рет ағайын. Вот ар жағында үнемі сізге табыс әкеліп тұратын болады. Проблема жоқ қой ағайындар. Мен кеше бір жігітті осылай звондады, маған тікелей эфирден кейін мен соны түсіндіріп бердім, қазір сіздерге айтып кетейін мен. 2010 жыл бастағанмын бұл нәрсені. Оның алды 2005 жылы бастадық, ол кезде бұл роботтар әлі шикі уақытта. Ол шикі ештеңе емес, 2010 жылы біз именно механический торговый системаларды, мен сіздерге ұсынып отқан автоматический торговый системалар ағайындар. Разницасы бар. Біздің механический торговый системалар ол кезде осы торговый стратегия именно алгоритмдермен қойған, ол әдемі жасайды табысты. Жаңағы біздің туысқан сұрап отырған слип дегеніміз, сол слип сол жерде болатын тұғын. Ал қазір автоматический торговый системалар оған жасанды интеллект қосылған. Оның ішінде неше түрлі фильтрлер тұр да, алгоритміне сен музыка жасамайсың
деп жағдай жасалынған. Ол өте редкий случай бір минусқа кететін жағдай. Бірінші. Екінші, бізде техподдержка деген 24 сағат бойы сізге үнемі бір жағдай болып жатса, міндетті түрде сізге сіздің просадкаңыз 10% болды, сіздің просадкаңыз 15% болды деп айтып отырады. Sonra жаңағы 40-45%-ға келгенде требуется доливка или жаңа айтып тұрған страховка, сол сумма құюыңыз керек деп сізге айтып отырады. Сіз енді таңертең бір 2 минут, кеше 2 минут қарай аласыз ғой өзіңіздің счетыңызға. Сол сияқты оны 3 жерден көре аласыз. То есть 5 жерден көре аласыз мысалы. Соның бәрін бірдей көріп отыратын жағдай бар. Ал көре алмай қалған жағдайда сіз маған звондап хабарласып қойсаңыз болады. Ғалымжан осындай жағдай болды, мен бір жаққа ұшып бара жатырмын, әйтпесе осындай жерде менде свет болмайды деген кезде бір 2-3 күнге әйтпесе бір апта кетіп қалып десеңіз, маған хабар етіп кетсеңіз болды. Ар жағында мен сізді счетыңызға контроль жасап отыратын боламын. Қарап отырамын да. Ондай да жақсы мүмкіндік бар ағайындар. Бір қатты нәрсе емес сондай. Жаңағыдай 45-50%-ға барғандағы доливка деген нәрсе ше, ол бару үшін емес пе? Қазір бізде бір 5%, 10%, 15%, 16-ға дейін барады минусы ше. Бірақ бұл не критично да, ол зілка ашып жатыр ғой, ашып жатқаннан кейін ол именно олда проблема бармағаннан кейін сол тұра береді. Ол тағы да ашты да, ал ол жоғары деп ашты, төмен қарай кетіп жатыр. Жаңа ашып қойған кезде шамалы минустер болады шығар, 15-16-да. И сол кезде ана кері қайтқан кезде оның бәрін пат-падряд плюспен жауып шығады да. Сіз жаңа минустардың бәрін полностью плюске жауып шығады. Тамаша ғой. Осылай істейді. Гауһархан рахмет, менің телефон нөмірім жазып отыр. 707-222-0498 менің нөмірім как раз ағайындар. Так, тағы да сұрақ бар. Өте жақсы сұрақтар қойылып жатыр ағайындар, рахмет. Мен жеке нөмірмен шығып, осында консультация сұрасаңыз да ештеңе жоқ. Айдос, екеуіңізді де бір жүргізесіздер ме? Мен содан қарап жүредім дейді. Я, Айдос екеуміз бір ғой. Айдос екеуміз бір компанияның General Trader Group компаниясының, ол кісі региональный директоры. Сіз Айдос мырзамен сөйлесіп, танысып, біліп жатсаңыз, пожалуйста, Айдос мырзаны ала беріңіз роботта. Ешқандай өкпе жоқ, реніш жоқ жерде. Екеуміз бір робот, 20 робот бірде ұсынып жатырмыз. Шартқа да не дейді? Түсінбедім. Шортқа да, лонгқа да ма дейді? Дұрыс айтасың. Шортқа да, лонгқа да бірде өзі ашып, өзі жабады. Полностью. Бұл кісінің сұрап жатқан шорт, лонг деген покупка, продажа орысша айтқанда. Сатып алып, сату деген өзі қоя ма деп сұрақ қойып жатыр маған. Роботтың өзі ашып, на продажу, на покупку разница жоқ. Сіздің қатысуыңыз өзі жабады из окна. Тек профитті келіп тұрған кезде тас автомат жаба береді. Эпидемия енді. Керемет. Оны ана жаңағы брокерде мысалы историясы бар, сол историяны қараңыз кетіп, анда-санда бір қызыл шат қалған бәрі жап-жасыл болып тұрады деймін. Мен оның бәрінің алдында Құдайдың құттығын жіберетін осы жерге. Бір қарадым, екі қарадым, үш қарадым, музыкамен, музыкасыз, ішінде графиктерім әдемі қарайды. Жұрттар түсінбейді шығар дедім мен. Сосын қазір қойдым қазір. Әйтпесе алдында мен шапка профилге кірсеңіз, мысалы осы қазір бір 15 күннен ары қараңызшы, 16, 20, 25, бір ай бұрынғыдан қарасаңыз, ішінде Құдайдың құттығын барлық цикларын бәрін түгел көрсететін тұғым. Қарасам ешкім сұрамайды. Ешкім керек емес шығар дедім мен. Пожалуйста. Оның бәрі тұр ағайындар. Проблема жоқ. Пожалуйста, қай уақытта қалай істейміз? Оның барлығы істеп тұрған нәрсе. Бұның үшін жаңағы. Мен тағы бір сәтіп кеттім, ұмытып бара жатырмын ағайындар. Сұрақ қоймаймыз қазір айтамын. Бұл именно гибрид линейкада бізде тағы бір робот бар, King Plus деген. Мен жаңағы 10-15% деп айттым ғой, классик линейкадағы. Классик просто роботтар. Сол сияқты гибрид линейкада бұл направлениесі бөлек, тура осындай жасаған интеллект, бірақ оның стратегиясы бөлек. Сол King Plus деген робот бұл 23 жылы кеше август айында қосылды. Ол біздің именно трейдерлер мектебінде торговый сигналдармен прямой келіп тұрады роботтан, соны қойып отырады біздің қыздар жігіттер. Сөйтіп қойған кезде сондай күшті сделка берген ғой. $1000 үстіне пайда келген да. $1000 үстіне 100%, $1000 табысқа келген. Бір айда, кешегі февраль айында. Енді ойлай беріңіз, тура осы робот қазір енді полный автоматик режимге ауысқан кезде, кеше августтан бері қазір сатылып жатыр. Консервативный өзі 10-20% табыс береді айына. Агрессивный вариантта 10-30% табыс беріп отыр. 30%-ке дейін деп айтамыз. Средний бір айларда 11 берсе, бір айларда 25 беріп отыр да, мысалы. Сол средний беріп отқан 18. 6 айда сіздің депозитіңіз бірге жасап отыр. $1000-ды 6 айда бірге жасап отыр. Міне осындай жағдай бар.
Так, сырым деген туысқан маған сұрақ қойып отыр, үстіндегі пайдасын шешіп отырамыз ба, әлде тұра бере ма дейді. Оны өзіңіз білесіз, Сырым мырза. Сіз ақшаны, сіз ғой хозяин, советник роботтың да хозяинсіз, жаңағы күнде ай сайын шешесіз ба, апта сайын шешесіз ба, күнде шешесіз ба, шешесіз ба, ақшаны ше, снимать етесіз ба, өзіңіз білесіз соны. Проблема жоқ. Өйткені ақшаны егесіз ғой. Робот та сіздікі, виртуальный помощник. Оның ішінде ақша болсын болмасын, постоянно айналып тұрады да ол. Енді ақша сатып алған деген әрине оның ішінде ақша салған дұрыс та. Ақшаның және көбейгені жақсы. Сіздің көмегіңізсіз өзі көтеріліп жатады бәрі түгел. Я түсінбедім кезінде, енді қойыңызшы көрейік дейді. Хорошо. Мен қояйын оны. Пожалуйста. Жаңағы видеоролик қойыңызшы деп жатсыз ғой да, жаңағы именно отчеттарын, статистикасын. Без проблем. Хорошо. Алла бұйырса дүйсенбіден бастаймыз. Жақсы? Қоямыз оны. Өйткені менің өзімнің MetaTrader 4-те, RowForex-тің өзінің несі бар, мобильный приложениесі бар. Оның ішінде недегі TradingView-дағы менің өзімнің ол жақта торговый стратегияда депозит ақшам тұр мысалы. Сонда ақысында тексеріп көріп жасап көрсеттім. Одан кейін жаңағы FX монитордағы именно қалай жұмыс істеп жатыр, оны тексеріп көрсетіп қойып суретім қойдым. Одан кейін Телеграмдағы бірінен кейін бір жауап жатқан сияқты емес пе? Ұзына қойып қойдым. Я не лайк жоқ, не сұрақ жоқ. Ағамды түсінбеген екен ғой дедім, сосын мен. Болады ондай жағдай. Хорошо? Енді біз түсіндіріп жасатын боламыз оны. Просто былай да мына ағайындар, мынандай жазған кезде түсінбедім десеңіз егер, мен просто жазған кезде астына описание жазамын да. Мысалы, видеоны TikTok'та қарасаңыз, видео сөйлеп жатыр, мысалы, оның ішінде сипаттамасы бар ғой қазақша. Орысша описание деймін, сол описаниеде сол не туралы екен жазылады сол жерде. Одан кейін сондайға мән беріп қараңыз менің TikTok'ымда. Ол басқа жақта да басқа кісілердің де түсіндірме жұмыс жүреді ол жерде сізге. Не бұл деген нәрсеге. Сондықтан ойларыңызда болсын нәрсе. Жалғыз менікі емес, ол басқа жұрттың да қарасаңыз описаниесі тұрады мысалы. Сол описаниесі Инстаграмда бар мысалы. Ең табыскерін бересіз ғой дейді. Мен сізге айтып отқам жаңа соңғысы King Plus. Сіз МК деп қойсыз, атыңыз жазып қойсаңыз күшті болады да. Жақсы суретіңіз бар, маған просто көзім жетпей отыр оған. Жақсы. Сырым мырза да сізге де бір-бірден берейік King Plus-та. Пожалуйста. Одан екіншісіне как раз Classic Plus аласыз. Одан кейін Кайман деген бар. Оны айтпадым сіздерге. Кайман деген бізде кешегі 23 жылдың декабрінде қосылды. Бұл роботтар аты бөлек. Математический линейкадағы таза искусственный интеллекттегі несі бөлек бұның. Стратегиясы бөлек. Бұнда скальпинг деген нәрсе бар. Форексте бұл быстрые сделки. Бір 5-10 минутке ғана ашады сделканы. Ашады жабады дейді сразу. Ол сондайлар тез үйренеді да мысалы. Жаңағы несі таймфреймі 5 минутты тұр. Сол енді қызығын айтайын сізге. Мына классиктердің жаңағы King Plus-тың суткі бойы 24 сағат бойы тапқан табысын 3-ақ сағатта табады ғой. Мына Каймандар. Кайманның күндізі бар жұмыс істейтін, Кайманның ночы бар түнде істейтін мысалы. Соны мысалы ночын алып қойсаңыз, ол кеш сағат 8-де басталады жұмысы. Сағат 8-ден 11-ге дейін 3-ақ сағат жұмыс жасайды. Зато сіздің жаңа классик роботтар бар біздің, сол роботтар суткі бойы тапқан ақшасын 3-ақ сағатта тауып қояды да, қалған 21 сағат, 24 сағаттың 3 сағатын жұмыс жасаса, қалған 21 сағат бойы робот былай отырады топтаныш. Полный жұмыс бітіп қойған онда, басқа жұмыс жоқ. 3-ақ сағат жұмыс істейді күніне. Ондай да жағдай бар бізде. Бұл үшіншісі, төртіншісі бар. Айтайын ба әрі қарай? Алтынмен қатысты мысалы. Алтынмен күміспен жұмыс істейді. Олар ондай күшті сүткілік тұра береді олар. Әрі қарай қанша тұрып. Неге болғанда стратегиясын солай жасаған ғой? Мен айтып отырмын ғой. Бізде 20 робот бар. 20 роботтың стратегиясы 20 түрлі. Біріне бірі ұқсамайды. Түсіндіре алдым ба сізге? 20 түрлі. Бәрі де жасанды интеллект жасайды, бірақ әрқайсының 20 түрлі стратегиямен жұмыс істейді. 20 роботтың 20-сы да. Енді классик плюс пен классик екеуі мысалы несі, жаңағыдай түбірі бір мысалы да, мына классик 3 валютный парамен істейді, 10%-ға дейін табыс табады. А мына 5 валютный парамен істейді, бұл 15%-ға дейін табыс табады. Екеуінде бір стратегия тұр, бірақ искусственный интеллект екеуінде екі түрлі мысалы. Істеп жатқан кезде біреуде 10%-ға табыс тапты, 10%-ға дегенде былай ағайындар. 10%-ға деген нәрсені тұстап сөйлейші мен. Ол бір айда 7-8 табуы мүмкін. Бір айларда 7-8 табуы. Келесі айларда 11, 12, 13, 14-ке дейін табуы мүмкін. Бірақ біз ортасын айтамыз да постоянно. Ортасын 10%-ға дейін деп айтамыз. Өйткені үнемі өзің жұқа айтсаң, мысалы, аз айтып айтсаң, көп болып жатса сіз ренжімейсіз ғой мысалы.
жетпей қалса наоборот сіз маған 10 деп айтыңыз 10 шықпады ғой демейді. Ол өйткені бір айдаларда былай, бір айдаларда былай. Соны біз средний значениесін айтамыз да үнемі сізге. Жақсы ма, осы жерін түсіндіре алдым ба сізге? Тамаша, күшті сұрақ қойып жатыр. Менде 3 робот бар. 3 робот тұр. Мен сізге не қылса, маған жазып жіберіңіз, мен сізге қалай жұмыс істеп тұрғанымды сізге көрсетейін. Хотя біреу. Болады? WhatsApp нөмірін білесіз, жоғарыда тұр мысалы. Соны жазып жіберіңіз. МК дегенді атын ауыстырыңызшы, менің өтініш. Жақсы. Ол жерде атын ауыстырады TikTokта. Суретіңіз тұр ма? Көз жетіп тұр просто. МК деген бұл Мика деген қыздың баланың аты ма, әлде Марат деген жігіттің аты ма білмей тұрмын да мен. Танысып отырсақ қорқатын, қысылатын ешкім жоқ. Бәрі өзіміз қазақтар, осы жерде бөтен ешкім жоқ. Марат дейді, өте жақсы Марат. Танысқаныма қуаныштымын. Біздің астаналық Марат емес па, біздің шәкіртіміз? Сөйлесіп жүрген. Сол ма? Болды, өзіміз екенсің ғой. Бәсі сұрақтарды грамотты қойып отыр, сен біліп отыр екенсің ғой менің кім екенімді. Тамаша. Сөйтеміз Марат. Онда маған телеграмға жазып жібер, телеграмға, WhatsApp'та білесің ғой, телеграмға жазып жібер, телеграмнан саған лақтырып жіберемін. Ссылкасын күнде қарап отырсаң болады. Ол тек просмотр ол жерде. Күнде қандай ссылка жасалып жатыр, соның бәрін көріп отырасың. Бірақ вот выводқа сенде доступ жоқ. Күшті, иә? Күнде көріп отырасың. Сен Қалымжан андай ма, Қалымжан мынадай ма демейсің да. Сен күнде өзің қалаған уақытында ашасың. Кәдімгі ссылка ғой жерде. Аштың, көрдің, мынау екен ғой. Дейсіз болды. Бар болған. Күндегісін қанша зікір ашып жатыр, қалай жауап жатыр, қанша зікір тұр, кешегі күні қанша тапты, бүгін қанша тапты, апталық қанша, айлық қанша, соның барлық табысы тұрады. Еще долларың выражение. Мен айтып шаршағанша сіз одан көріп отырғаныңыз қайда выгодно да. Осы Марат сияқты маған телеграмға жазып жіберіңіздер. Мен сол кісіге ссылканы салып жіберемін. Одан өзіңіз көріп отырасыздар. Никнейм менде Ғани, нижний пробел, финанс. Кәне осыны жазып жіберейінші мен әлі тұрып. Мен никнейм сұраған адам айналып қана кетейін ғой. Так, Ғани сөзін білесіздер. Алланың аты. Оны біз өзін қана қолдана алмаймыз, білесіздер. Так, Ғанидің алдына мен міндетті түрде собачканы қоям. Одан кейін мені финансе. Все болды. Мен жаздым. Осы телеграмға кірсеңіз болды, ар жағында как раз ар жағында мен сізге тастап жіберемін. Болды. Қарап отырасыз күндегісін күнде. Маған сұрақ болмайды да, бәрін өзіңіз көріп отырасыз. Тамаша емес па? Басқа сұрақ бар ма ағайындар? Өте жақсы сұрақтар қойылып жатыр. Тамаша, енді керемет, ұнады маған.